Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет булочки дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға дрожжимізді, майымызды, қантымызды, жылы сүтімізді құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Оның үстінен жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамырын илейміз. Оны 1 сағатқа қойып ашытып аламыз. Одан кейін оны майда бөліктерге бөліп форма жасаймыз. Мен жүрек тәрізді етіп жасадым, жайып ортасына май жағып, қант сеуіп формасын шығарамыз. Және оны жылы жерге бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Барлығымызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады.